Бүгін мемлекет басшысына еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жұмысының негізгі нәтижелері туралы баяндадым. Ең алдымен мемлекет тарапынан барлық әлеуметтік міндеттемелер толық көлемде және уақытылы орындалып жатқанын атап өткім келеді. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5,9 триллион теңге бағытталса, биылғы 5 айда 2,7 триллион теңге қарастырылды. Әлеуметтік саясаттың маңызды бағыты ретінде мүмкіндік шектеулі азаматтарды қолдау және оларды жұмыспен қамту жұмыстары жалғасуда. Соңғы 5 айда шамамен 12 мың азамат жұмысқа орналастырылды. Азаматтарды жұмыспен қамту бағытында нақты нәтижелер бар. 201 мыңнан астам адам, оның ішінде 75 мыңдай жас жұмыспен қамтылып отыр. Бұл бағыттағы жұмыста цифрлық шешімдер мен жасанды интеллект мүмкіндіктерін кеңінен енгізу көзделуде. Маңғыстау және Павлодар облыстарында цифрлық жұмыспен қамту қызметін пилоттық режимде іске қосу жоспарлануда. Еңбек қатынастары цифрландырылып келеді. Бүгінде 6,7 миллион еңбек шарты электронды форматта рәсімделген, ал 22 мыңнан астам жұмысшының құқығы еңбек инспекторларын көмегімен қорғалды. Өндірістік қауіпсіздікті күшейту, жарақаттану мен жазатайым оқиғалардың алдын алу жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде.